Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Ақпараттық коммуникациялық технологиялар пәні бойынша номері 6-шы дәріс тақырыбы деректерді талдау, деректерді басқару. Дәріс жоспары: бірінші, деректерді талдау негіздері, жинау, жүктеу және болжау әдістері. Екінші, шешімдер ағаштары, үлкен көлемді деректерді өңдеу. Үшінші, дата майнинг әдістері мен кезеңдері және міндеттері. Төртінші, деректерді визуализациялау. Деректерді талдау бұл пайдалы ақпараттарды алу және шешім қабылдау үшін деректерді зерттеу, сүзу, түрлендіру және модельдеу процесі болып табылады. Деректерді талдау ғылым мен қызметтің әртүрлі салаларындағы әртүрлі әдістерді қамтитын көптеген аспектілер мен тәсілдерге ие. Деректерді жинау мен жоспарын жасау үшін бірнеше қадамдардан тұратын алгоритмдерді орындауға тура келеді. Бірінші, мәселелерді анықтау мен зерттеу мақсаттарын тұжырымдау, қызықтыратын тақырыпты алдын ала зерттеуді жүзеге асыру, зерттеу тұжырымдамаларын жасау, зерттеуді егжей-тегжейлі жоспарлауды жүзеге асыру, ақпарат көздерін таңдау және қосымша мәліметтерді жинау, алынған деректерді бағалау және бастапқы деректерді қаншалықты қажет екендігі жөнінде шешім қабылдау. Алғашқы мәліметтерді жинау әдісін анықтау, яғни сауалнама, бақылау, эксперименттер жасау. Алғашқы ақпараттарды тікелей жинау және соңғысы зерттеу нәтижелерін ұсыну. Мысалы, зерттеу нәтижелерін презентация түрінде ұсынуға болады. Деректерді болжау әдістері келесідей бөлінеді: интуитивті, яғни сарапшылар пікірлер мен бағалауларына сүйенетін. Ал формальды, ол бұрыннан белгілі әдебиеттерде бар, сипатталған және олардың негізінде болжау үлгілерін жатқызуға болады. Шешім ағаштары деректерді талдау саласында кеңінен қолданылады. Ал шешім ағаштары бұл әрбір нысан шешім шығаратын бір түйінге сәйкес келетін иерархиялық тізбекті құрылымдағы ережелерді көрсету тәсілі болып табылады. Осы айтылып отқан ағаш әдісін шешетін барлық есептерді топтастыра келе үш классқа біріктіруге болады. Яғни деректер сипаттамасы бірінші, және ол сипатталған, жинақталған деректерді жүктеу, және үшіншісі регрессия. Шешім ағаштарын жүзеге асыратын көптеген алгоритмдер бар. Солардың негізгілеріне тоқталатын болсақ, мысал үшін карт, екілік шешім ағашын құру алгоритмін айтап кетуге болады. Бұл алгоритм, яғни мұндай ағаштың әрбір түйіні бөлінген кезде екі ғана, мысал үшін, саласы болады. Алгоритмнің классификациясы және регрессия есептерін шешеді. Ал S4-5 бұл түйіннің ұрпақтарының, яғни түрлерінің саны шексіз болатын шешім ағашын құру алгоритмі жатады. Деректердің үлкен көлемін өңдеу туралы айтқанда, бұл деректердің көлемі өте үлкен екендігін білдіретін дата майнинг терминдерін қолданамыз. Бұл термин, яғни деректерді, барлық деректерді, жасырын заңдылықтарды іздеуге негізделген шешімдерді қолдау процесі. Бұл деректердің үлкен көлемінде анық емес объективті және тәжірибеде пайдалы заңдылықтарды іздеуге арналған технология болып табылады. Дата майнинг міндеттерін кейде заңдылықтар немесе техникалар деп те қарастыруға болады. Бұл заңдылықтардың немесе техниканың негізгі міндеті жүктеу, кластерлеу, болжау, ассоциациялау, визуализация, талдау және ауытқуларды анықтау, бағалау, қарым-қатынасты талдау және қорытындылау болып табылады. Осындай деректердің үлкен көлемін өңдеу туралы айтқанда, жалпы деректердің көлемі үлкен екендігін білдіретін дата майнинг терминдерін қолданамыз. Бұл технологияның әдістері мен алгоритмдеріне тоқталып кететін болсақ, мысалы, жасанды нейрондық желілерді атауға болады, шешімнің ағаштарын, символдық ережелер және сызықтық регрессияны, корреляциялық регрессиялық талдауды және әртүрлі, мысалы, ассоциативтік ережелерді іздеу әдістерін
атап келтіруге болады. Аталған термин 2 немесе 3 кезеңнен тұруы мүмкін. Бірінші кезеңде ол жаңағы аталған заңдылықтарды анықтау жатады, яғни іздеу процесі. Екінші кезеңде белгісіз мәндерді болжау, болжамдық моделін құру, яғни ал үшінші кезеңде осы ерекшеліктерді талдау, яғни заңдылықтарда кездесетін ауытқуларды анықтау және оларды түсіндіру кезеңі болып табылады. Data mining алгоритмінің әрқайсысы арнайы визуализация тәсілін пайдаланады. Бұл әдістің әрқайсысын пайдалану кезінде, дәлірек айтсақ, оның программалық қамтамасыз етуді жүзеге асыру кезінде біз сәйкес әдістер мен алгоритмдердің жұмысы нәтижесінде алынған нәтижелерді түсіндіре алатын визуализациялық процесті келтіреміз. Шешім ағаштар үшін жалпы мұндай визуализатор шешім ағашы, ережелер тізімі немесе түйіндесілік кестесі болып табылады. Ал нейрондық желілер үшін құралға байланысты бұл желі топологиясы оқу процесін сипаттайтын қателік шамасының өзгеру графигі болуы мүмкін. Үшінші, құқықнен карталар үшін кіру, шығу карталары және басқа да арнайы карталарды атап келтіруге болады. Сызықтық регрессия үшін визуализатор ретінде регрессия сызығы пайдаланылады. Ал кластерлеу үшін дендограммалар, шашырау диаграммаларын келтіруге болады. Осы немесе басқа әдістің өнімділігін бағалау үшін осы шашыраңқы графиктер мен диаграммалар жалпы жиі пайдаланылады. Деректерді көрнекі түрде көрсетудің немесе бейнелеудің осы тәсілдерінің барлығы мына төмендегідей көрсетіліп тұрған функциялардың бірінің қызметін атқара алады. Мысал үшін модельді тұрғызудың иллюстрациясы болып табылуы мүмкін, алынған нәтижелерді түсіндіруге көмектесуі мүмкін, тұрғызылған модельдің сапасын бағалау құралы болып табылуы мүмкін, және жоғарыда аталған функцияларды біріктіруі мүмкін. Сонымен, Data mining технологиясын қолданар алдында оның мәселелерін, шектеулерін, онымен байланысты маңызды сұрақтарын мұқият талдау керек. Сонымен қатар бұл технология не істей алмайтынын да түсінген дұрыс болып табылады. Яғни осы технологияның қолданбасын әзірлеу және пайдаланудың күрделігіне тоқталатын болсақ, жалпы бұл технология көп мәнді сала болғандықтан, Data miningті қамтитын қосымшаны әзірлеу үшін әртүрлі сала мамандарын тарту қажеттілігі туындайды. Сонымен қатар, олардың жоғары сапалы өзара әрекеттесуін қамтамасыз ету қажет. Мына жерде, мына схемада Data mining пен басқа, мысал үшін, маман салаларының, басқа технологиялардың өзара байланыстары бейнеленген. Яғни бұл жерден Data mining технологиясының көп мәнді сала ретінде де қолданылу схемасы беріліп тұр. Осы айтылған дәрістер бойынша төменде көрсетілген бірнеше бақылау сұрақтары берілді. Осы сұрақтарға жауап ретінде өздеріңіздің білімдеріңізді толықтыруға болады және әрі қарай қосымша ізденуге мүмкіндік туындап отыр. Қосымша әрі қарай өздеріңіз осы тақырып бойынша білімдеріңізді толықтырып материалдарды қарау үшін әдебиеттер тізімі сіздерге ұсынылып отыр. Назарларыңызға рахмет.